50 мың теңге беріп қыздарды елдің көзінше шешіндіргендер ақыры жазасыз қалмады. Алматы соты түнгі клубтағы ұятсыз шоуды ұйымдастырған атышулы Айжан Байзақованы 3 тәулікке абақтыға жаққан. 22 жастағы әлеуметтік желі жұлдызының масқара әрекеті сол әлеуметтік желілерде тарап жұрттың ашуын туғызған болатын. На утро тёлка, когда трезвеет, она жалеет. Ақша ұсынып қыздарды осылай тыр жалаңаш шешіндірген қылығы үшін Байзақова әкімшілік хаттама толтырып, қолына кісен салынған. Тентек қыз кінәсін де толық мойындапты. Айта кетейік, Айжан Байзақова әлеуметтік желідегі белсенді блогерлердің бірі. Ол парақшасына жалаңаш суреттер жүктеп, тікелей эфирде түрлі әдепсіз қылықтар жасаумен танымал. Жалаңаштанғанымен қоймай, жас қыз оқырмандарының алдында шылым шегіп, ішімдік ішуден де тайынбайды. Соның арқасында парақшасындағы оқырмандар күн санап көбеюде, басым бөлігі жастар. Қазақы менталитет